Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен мен бүгін Айзада небәрі 5 жұмыртқадан ғана жасалатын бисквит пирогының рецептісімен бөлісемін. Міндетті түрде менімен бірге болып комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Ең алдымен жұмыртқаларымызды екіге бөліп алып, екі ыдысымызды дайындап, сарысы мен ағын екіге бөліп аламыз. Мінекей дәл осылай видеодағыдай етіп екі ыдысқа қойып алған ыңғайлы болады. Сол үшін біз барлық жұмыртқаларымыздың араласып кетпеуін мұқият қадағалап бөліп алып отырамыз. Ең алдымен біз осылай жұмыртқамыздың ағын әбден көпіргенше қылып көтеріп аламыз. Өте әдемі болып көпіруі керек. Мінекей осылай етіп әдемілеп көтеріп алғанымыздан кейін қантымыздың жартысын ғана салып жібереміз. Бәрін бірден салып жібермейміз. Жартысын ғана салғаннан кейін тағы да өстіп араластырып аламыз әбден. Осылай болғанымыздан кейін жұмыртқамыздың сарысына қантымыздың жартысын салып араластырып аламыз. Араластырып аламыз да біздің суымызды құйып осы сарымен тағы да араластырамыз. Жұмыртқаның сарысында осылай ұрып алғанымыздан кейін жұмыртқаның сарысы өте қатты ақ сияқты көтерілмейді, шамалы ғана осылай көтерілсе ғана болады. Жұмыртқаларымызды осылайша біріктіріп қосып, екеуін жақсылап тұрып араластырып аламыз. Жұмыртқамыздағы барлық көбіктерімізді кетіріп алғанымыз жақсы болады. Сол кезде біздің пирогтарымыз жақсы көтеріліп пісетін болады. Мінекей бізде осылай дайын болды. Үстімізге разрыхителімізді құйып жақсылап тұрып араластырып аламыз. Разрыхителімізді болып жақсылап араластырып алғанымыздан кейін ұнымызды саламыз. Ұнымыздың барлығын бірден салып жіберуімізге болмайды. Видеодағыдай етіп електен өткізіліп барып саламыз. Жарты-жартыдан бірден салып жіберсек, біздің пирогымыз көтерілмей қалады. Ыдысымызды дайындап аламыз. Мен осылай формадағы 24 сантиметрді таңдадым. Ең алдымен фольгамызды қойып, осылай етіп жақсылап тұрып орап аламыз. Біздің осындай ыдысымыз шықты. Енді осы ыдысымызға пирогымызды құйып, пісіріп алуға кірісеміз. Мен осылайша тапаға қойып алдым. Пирогымызды 180 градуста пісіріп аламыз. Мінекей бізде осындай әдемі болып көтеріліп пирогтарымыз шықты. Біздің пирогымыз жақсылап пісуін білуіміз үшін осылай ағашымызды кіргізгенімізде ағашымызға ешқандай да пирогымыз жабыспау керек. Сол кезде біздің пирогымыз піскен пирогымызды бірден біз төңкеріп алмаймыз. Біз осылай видеодағыдай етіп төңкеріп алғанымыздан кейін фольгаларымызды алып тастаймыз. Сол кезде барып біз пирогымызды алуға кірісіп, осылай алып тастаймыз. Пирогымыздың жан жақтарын мінекей осылайша етіп кесіп аламыз. Мінекей біздің пирогымыз әдемі болып көтеріліп пісіп шықты. Мен осылайша сгущенка пайдаландым. Өйткені сгущенканы салғанымыздан кейін біздің пирогымыз құрғақ болмайды, өте әдемі болып, өз дәмін бәрін әдемі сақтап тұратын болады, үлпілдеп. Тек қана мастер-класстарда ғана айтылатын құпиямен бөлістім. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға жаза отырыңыздар, міндетті түрде менен кері байланыс болады.